Ерболат Әбікенұлы пәтер іздеп жүр едік. Әңгіме. Алматыны алты айналып, жетім бұрышты жеті айналғанда өкшем опырылып түсті. Енді маймақ жүріске бастым. Аяғым ауырды деп, келіншегім отыра кетті. Пәтер іздеп жүр едік. Құмырсқаның илеуінше қайнаған жетім бұрыштан бізге лайық пәтер табылмады. Табылмады емес, табылды-ау. Әкесінің құнын сұрайды. Тіпті делдал саған қарайтын емес, сөйлесу үшін де кезекке тұрады екенсің. Пәтер бар ма, апай? Бір қыз керек. Пәтер бар ма, ағай? Бір жігіт керек. Апа, пәтер керек еді. Екі қыз керек. Келіншегім екеуміз тұрсақ бола ма? Болмайды. Келіншегіңнің қасына бір қыз қоста, өзің басқасын жалда. Пәтер керек еді. Жас отау керек. Біз жас отаумыз. Қуанып кетіппін. Даусым шаң кетіп шықты. Онда естіп ал. 50 мың теңгеден 150 мың теңге 3 айдың ақшасын алдын ала тапсырасың. Бөліп тапсырса ше? Онда барыңдар ара. Сасқанымнан келіншегіме қарадым. Маған жаны ашыған болу керек. Естісе де естімеген боп тұр. Аппақ бетінің ұшына аздап қан шапши қалыпты. Көзінен мұң байқалады. Қасынан алыстыруға тырысып, тағы бір маклерге қарай жүгірдім. Шаңырақта біреу бар, жас отбасын тұрғызады, деді қара келіншек. Кеудемдегі өшіп бара жатқан үміт оты жарқ еткендей болды. Қанша болады? 10 мың теңге, 3 бөлмелі жаңа үй. Шаңырақ алыс па? Дедім келіншегіме бұрылып. Өте алыс қой. Амал жоқ, шамамыз соған жетеді. 3 бөлмелі үй болса болады екен. Жарайды, келістік. Тауып берген ақысына 1000 теңге төлейсіңдер. Мінеки 1000 теңгеңіз. Қалыңдығы бір елі тозығы жеткен іші шимайға толы дәптеріне өңіле түсті. Мынау телефонымен аты жөні. Қожайынмен бірге тұрмайтынымыз қандай жақсы болды, деді келіншегім, жол жөнекей құлағыма сыбырлап, бұрынғы жәбір жапаны ұмытқан адамдай өте көңілді. Жымың-жымың етеді, еріксіз жымиып күлген болдым. Қолым дірілдеп, ішімнен иманымды үйіре түсіп, телефон құлағым бұрадым. Ар жағынан ер адамның барылдаған жуан даусы шықты. Алло, кім? Алло, ассалаумағалейкум. Сәкен ағам екен? Иә, мен. Сұлушаш тәте жіберді. Пәтер іздеп жүр едік. Қайдағы пәтер? Өткізіп жіберген біз 3 күн бұрын. Сұлушаш тәте 10 мың теңгеге 3 бөлмелі пәтер бар деген болатын. 10 мың теңгеге тауық кепе де жалдай алмайсың, бауырым, деді де телефон тұтқасын тастай салды. Ашудан жарылардай мелшиіп тұрдым да қалдым. Әкеңнің ай, делдал алдапты, дедім келіншегіме. Не деген опасыз адам еді, дейді келіншегім даусы дірілдеп. Жұлым-жұлымы шыққан маршрутканың ішіне есіктен ытқып шығардай сығылып әреңсейдік та, қонақтаған тауықтай бір-бір аяғымызды көтеріп тұра қалдық. Маршрутка қиралаңдап, жетім бұрышқа қарай тартып келеді. Ойым әлгі алдамшы әйелді тауып алып сазайын тарттыру. Ең болмағанда қолымда жүрген туфли өкшесімен маңдайынан тарс еткізу. Ызадан булыққаным сонша, ішімнен тынып әрең келем. Жол бойы келіншегім екеуміз бір ауыз үн қатысқан жоқпыз. Массаждан шыққан адамдай қиралаңдап жеттік ақыры. Делдал әйел сужық бастың өзі екен. Біздің қайтып келетінімізді білгендей тайып тұрыпты. Барахолкадан бірақ шықтық. Көше бойымен әр дарбазаға жалтақтай қарап барлап келемін. Бір кезде пәтер жалдаймын деген жазу көзіме шоқтай басылды. Қуанғаннан айғайлап жібере жаздадым. Бетімді шымшып, өзімді әрең тежедім. Қожайын ұрғыр әйел екен, бізді суық қарсы алды. Айнадай жарқыраған жап-жаңа үйдің қарсы алдындағы тозығы жеткен үлкен үйдің іші жын сасыған қараңғы дәліз екен. Артынан еріп келеміз. Таусылып болмайтын бұрылмасы көп дәліздің түбіне барып, бірақ тірелдік. Ең соңғы бөлме, ең соңғы үмітім. Көзім сәл үйірлескендей болды. Қоян екеш қоянда інін дәл бұлай қызылмаса ау сірә. Қыртыс есікті шалқалай ашты. 3 аттап төрге жеттім, құлашымды жайып едім, саусақтарымның ұшы қабырғаға тиді. Сол жақ бұрышқа ұзынынан 2 төсек қойылыпты. Төсек емес, үсті-үстіне қиюластырып, кірпіші, шөркесі аралас бірдеңелерді үстіне жатқызып қоя салған тақтай екен. Сол тақтай төсектің біреуінің тең жартысы есіктің артындағы үйді бөлген кездегі бетон қабырға мен тақтай қабырғаның арасындағы бос аралыққа кептеліп кіргізіліпті. Егер осы қуыс болмаса, бір ғана төсек сиятындай. 3 метр үйге 4 метр төсек. Әне, солай сыйып тұр.
Оған кір-кір, мақтасы салбырап, тозығы жеткен матрас төселіпті. Өртенген, әлде май тамғаны белгісіз, кейбір жерлері сарғыштанып кеткен. Оң жақ түпкі бұрышқа бойы жерден әрең асатын кішкентай үстел қойылыпты. Ырғап көріп едім, билеп тұр. Енді байқадым. Үлкен бір залды келсін келмесін, иттің ұязындай қылып сансыз бөлмелерге бөліпті. Тақтаймен бөлсе бір сәрі, қыртыспен қиюластыра беріпті. Соның керегеге тірелген соңғы қуысы бізге бұйырып тұр. Саңлауларының ар жағында пәтершілердің қарасы анық көрінеді. Сол сәт арғы беттен сәбидің шырқырап жылаған аш үні естілді. Қыртыс қабырғаның үстіңгі жағы төбеге бір қыртыс жетпей қалыпты да, сол ашық аралыққа небәрі жалғыз ғана шырақ орнатыпты. Арғы жақ пен бергі жақ сол жалғыз шыраққа тәуелді. Егер шырақ сөнсе, екі жақта жарықсыз қалайын деп тұр. Есік жақ қабырға да итеріп қалсаң, құлап түсердей қаусап әрең тұр. Бірақ ол оң жақ қабырға сияқты ашық емес, сәл де болса жиі шегеленіпті. Опырылған оң жақ тоқал өкшемен еденді ақырын теуіп көріп едім, ескі төсеніштің шаңы бұрқ етіп балағыма шапшыды. Шамасы бізден бұрын аяқ киімін шешуді білмейтін біреулер тұрған тәрізді. «Қоныс жайлы болсын» деген дауысқа жалт қарасам, ақ күмістей ұзын сақалы кеудесін жапқан қария қарап тұр екен. Қапелімде сасқалақтап қалдым. «Бірге болсын, ата» деппін. Балам, менсінбей тұрсың ау, ә? Ержігіт бір терінің ішінде неше арып, неше семіреді. «Біз де жүрміз ғой», деді солқ-солқ күліп. Осы арада қожайын әйел килігіп кетті. «Алсаңдар, осы үй бос, 10.000 теңге. Қарап тұратын уақыт жоқ, тез шешіңдер». Келіншегім маған қарады, мен келіншегіме қарадым, екеумізде де үн жоқ. Қария күлімсіреп, «Әй балаларым-ай», деп басын шайқап қояды. Аяғым ісіп кетті. Жетім бұрышқа енді бармай-ақ қояйықшы. Өкшем ойылып қалды-ау деймін. Удай ашып тұрғаны. «Келістік», дедім. Аузымнан осы сөз қалай шыққанын да сезбей қалдым. Артынша елден қай жеріміз артық, өзіміз сияқты қазақтар ғой осында пәтер жалдап жүрген деп қоям күбірлеп. Өзімді өзім жұбатқан түрім. «Мына үйде бір нәрсе жетіспейді», деді келіншегім, аналар кеткесін сылқ-сылқ күліп. «Бір нәрсе жоқ». «Бір нәрсе? Бір нәрсе ғана емес, бұл үйде ештеңе жоқ». «Бір нәрсе ғана жоқ? Телевизор ма?» «Жоқ». «Айна?» «Қойшы, айна біздің не теңіміз? Өзің соқырмысың, көзіңді ашып қарасайшы». «Өзің айтшы ал». Кенет жарық сөнді де үйдің іші қараңғылыққа шома қалды. «Өй, жарыққа не болды?» деп недәуір сасқалақтап қалдым. «Мен өшірдім», дейді келіншегім сыңғырлап. «Жындымысың? Жақ жарықты». «Не нәрсе жоқ екенін тапсаң жағам». «Бәрі жоқ бұл үйде, ештеңе жоқ». «Әдейі істеп тұрсың ба? Әлде соған да миың жетпей тұр ма?» «Бала қорқады, жағыңдар жарықты», деген еркек даусы шықты қыртыс қабырғаның ар жағынан. «Терезе жоқ», деген әйел даусы шықты қыртыс қабырғаның ар жағынан. Шырақ жарқ етіп жана қалды. «Терезе жоқ дейді?» «Иә, терезе жоқ», деді келіншегім. «Терезе жоқ», деп қарқылдап күлді ермен әйел. «Терезесі жоқ үйде болады екен ау сірә, а?» Қырсықтың көкесін жатарда көрдік. Екі адам еркін айнала алмайтын қуықтай бөлме, ерме кетерлік дәнеңе жоқ. Жалғыз шырақты жағып сөндіру құқы бізден бұрын келгендіктен көршімізде болды. Сол себепті жарықты сөндіруге бата алмадық. Ерте ұйықтайын десек, біреу-міреу қыртыстың саңлауларын сағалап тұрған секілденді де киімімізді шешуде арландық. Астымыздан бірдеңе салып бүктетіліп, жата кетуде еден тым лас екен. Оның үстіне егеуқұйрық талап кететін түрі бар. Амалсыз бір төсекке қырымызбен қысылысып жаттық. Мен келіншегіме суық тиіп қалмасын деп түкпірге жаттым. Келіншегім әлі-сәле қозғалып қояды. Тар төсекке сыймай жатқанын сезіп, өзім шет жаққа алмастым. Ұйқы келер емес. Жалмауыздың жалғыз көзіндей жарқыраған шырағы құрғыр көзімді талдырып жіберді. Көршінің жас тәріздесі жағы талмайтын жылауықтың өзі екен. Қарсы бөлмеде жатқан ақсақал күрк-күрк жөтеледі. Оған есік жақтағы құрылысшы жігіттер соғыстырған үрөңке сыңғыры, бір-біріне сөз бермей гәукіген ащы дауыстар қосылды. Біресе барқырайып ән айтқан болады, біресе орысша қазақшасы араластырып боқтасып қояды. Бөлмелер бөлек-бөлек болғанымен ауасы ортақ екен. Терезенің пайдасын енді білдім.
Мүңкіген иіс кеңсірігімді ашытып барады. Мұрныма арақтың сасық иісі келді. Оған анда-санда темекінің түтіні қосылады. Сөйтіп жатып, ұйықтап кетіппін. Қай мезгіл екенін білмеймін. Ояны қалсам, терге малшынып жатыр екем. Қайда жатқаным есіме түсіп, көңілім ортайып қалды. Уақыт өткізу үшін тамақтан кейін мұрнымыз терши отырып, екі шәугім шай ішкен едік, сол қысып барады. Еріксіз далаға шығуға тура келді. Сипалап жүріп жарықтың түймесін әрең тауып, жасқана жақтым. Бір бұрышқа маңдайымды, бір бұрышқа тіземді соғып жүріп, бұлың-бұлың дәлізбен далаға әрең шықтым. Деп кең тыныстап, рахаттанып қалдым. Дәретхананы үйден недәуір алысқа салыпты. Солай аттай беріп едім, тайыншадай екі төбет тұр атылды. Өлген жерім осы ма деп ойлап, үлгергенім жоқ. Тілеуіңді бергір ұйғыр қатын, ол екеуін білектей шынжырмен мықтап байлаған екен. Төбеттердің күркіреген даусына арқаланып, малақайдай, бес-алды қанден қосыла шәуілдеді. Солардан қашқан беті жандарменім қалмай дәретханаға бірақ сүңгідім. Қайтарда да иттен қашқан мысықтай күйін кешіп, жүріп үйге әрең жеттім. Қандендерден оншалық қорықпадым. Үйдірсе есім шығатын әдетім бар еді. Әсіресе шәуілдеген дауыстан қатты мазасыздандым. Тәтті ұйқы құшағында жатқан жерімнен келіншегім қатты жұлқып оятып жіберді. Үйдің іші тастай қараңғы. Тұр деймін, түс болды, тұр тез, деп есімді шығарды. Сонша ерте оятатын не күн туды басыңа? Ертесі нес, түс болды. Онда шырақты жақсаңшы. Тоқ жоқ, күндіз өшіріп тастайды екен. Басымды жастықтан жұлып ала сала, далаға жүгіре шықсам, күн дәл төбеге таяп қапты. Кешке пәтерімізге өте жақын бір досым келді. Бұл біз бас құрап, үй болғалы келген тұңғыш қонақ еді. Сол себепті бір жағынан қуансақ, бір жағынан қатты қысылдық. Сыртқа шай қайнатқалы шыққан келіншегімнің қасына барып едім, қайнап тұрған еттің көбігін сүзіп жатыр екен. Етті қайдан алдың? Дедім таңданып. Көрші әйелден қарызға сұрап алдым. Ұят-ай, ұялмай-ақ қой. Бірер күннен соң ауылдан ағам келеді. Телефонмен сөйлестім. Ет әкелетінін айтты. Досым, екі адамның арасына есік еткен түседі деп, қоярда қоймай шабаданның үстіне жайғасты. Келіншегім екеуміз төсекке отырдық. Дастарханның үсті недәуір жайнап кеткен екен. Мен келіншегімнің мұндай тағамдарды қайдан сақтап, қайдан әкеле қойғанына таңмын. Табақ толы етті жағалап, енді ауыз тие бергенде қыртыс есікті біреу жұлқып ашты. Қожайын әйел екен, ашулы дүрсе қоя берді. Мынау кім? Қатар атып тұрыстық. Досым еді тәте. Сендер жас отаумыз, басқа ешкіміміз жоқ деген едіңдер, енді үшеу болып алыпсыңдар. Мен сендерді білем, көбейіп аласыңдар. Үйді қоқсытып жіберіпсіңдер. Түнімен темекі шегесіңдер бұрқылдатып. Қашан шектім мен? Темекі шекпеймін, демекші болып едім. Досым білегімнен тартып қалып үндеме деген сыңай танытты. Сізге тамақтан кейін барып түсіндірейін деп отырғам. Ақшасын берем ғой. Қадірлеріңді кетіргенше сөйтпейсіңдер ме баяғыда? Есікті тарс еткізіп жапты да бұлқан-талқан болып шығып кетті. Досымнан ұялып, кірерге тесік таппай тұрмын. Келіншегім сыр білдірмегенсіп, жымиып күліп қояды. Досым иығымнан қағып жұбатқандай болды. Қожайынға ақша барған кезде бір кеңдеу ескі темір төсек берді. Досымды соған жатқыздым. Торы салбырап, құйрығы жерге тиді. 3 күннен кейін адам көргеде үйренеді. Бір кезде қараңғы пәтерге үйірлесе бастадық. Таңертең тастай қараңғы пәтерде шалбарымның қайда тұрғанын, жейдемді қайда ілгенімді, аяқ киімімнің қай жерде жатқанын ойланбай-ақ табатын болдым. Тіпті шалқалап жатқан беті қиналмай, қол созсам болды, қуықтай пәтердің қай жерінде болса да іздеген дүниемді оңай бас салам. Бұл күндері ел ауылдан туысым келетін болды деп қуанса, мен туысым келетін болды деп қорқатын болдым. Әуел десеңіз, дәл мынадай кезде әкем мен шешемнің келуінде қаламайтын едім. Бұл менің жалғыз қорқынышым. Қайнағам келсе қайттым. Ойбай, ұят болды-ау, қайсы төсекке жатқызам деп сарыуайымға салындым. Телефонмен сөйлескенде, әдірсін айтқан соң өзім тауып барамын деген еді. Бір күні кеште ойламаған жерден жаңбырлатып жетіп келмесі бар ма? Лашығымызды көріп шошып кетті. Есіктен төрге дейін көзі шарасынан шыға жаздап үрейлене көз жүгіртті. Шай ішіп отырмыз. Шабаданның мен қозғалған кездегі қаудырлаған дыбысынан басқа тырс еткен дыбыс шықпайды. Ешкімде үн жоқ.
Шай ішіңіз аға, деймін қайнағама жалтақтап, іштей шайды аз ішсе екен деп тілеймін. Түзге шығу бұл үйде қиямет екенін қайнағам байғұс қайдан білсін. Ештеңе ойламастан сораптап отыр. Бір кезде үйдің төбесінен тамшытама бастады. Отқа қақтаса да тер шықпайтын тандырдай денемді суық тер басты. Себепсіз ыржақтай бердім. Ауылдың әңгімесін сұраған болып сөзге тарттым. Жарытып ештеңе айтпады. Әдетте ауыз-аузына жұқпайтын шешеннің нақ өзеді, енді ұртына су толтырып алғандай ақ үнсіз отыр. Тамшының тамғанын пайдаланып, терлеп, жыбырлатып әкетіп бара жатқан желкемнің терін әкесін танытып отырып сүртіп тастадым. Қайыршыға жел қарсы деп енді дастарханға тамшы тама бастады. Тамған сайын жүрегіме біреу ине пісіп алғандай күй кештім. Қайнағамның ыдысына тамшы тамса көрме деп Алладан іштей тілей бергенім сол-ақ екен, кесенің дәл қасына тамшысы түкірдің тамып ақ кеткені. Тамыза көрме деп іштей бәйек боп мен отырмын, әне бір тамшы ернеуін сүріп те өтті. Әне тамып та кетті қайнағамның шыныдағы шайына. Маңдайымнан сұп-суық тер бұрқ ете қалды. Терістік болушы еді, осындайда суық тер болады екен-ау деп таң қаламын. Басқа шыныға құяйық деп қайнағамның шынысына қолымды соза беріп едім, ол керек жоқ деп шайды сылқ еткізіп іше салды. Ашуланғаны ма, жоқ, бізді ұялтпау үшін солай істеді ме, ол жағын білмедім. Енді қайнағама қарайтын менде бет жоқ. Бұрын тамшы тамбаушы еді, не болды екен деп ұялғаннан төбеге қарап едім, келіншегім біз келгелі жаңбыр бірінші рет жауып тұр ғой деп түйеден түскендей дүңк еткізді. Бетіне жалт қарадым. Қысылғанда менің сөзімді сөйлемегені қалай, даусында діріл бар. Жүзі бұлт бүркеген күндей күңірете қалыпты. Көзінің үсті домбығып, ұзын кірпіктерінің ұшынан мөлдір тамшы ыршығалы тұр. Әнеу күні жауған секілдеді ғой, дедім мыңқылдап. Жауап болмады. Бұрын шыны көрмеген адамдай шыныны қолыма алып сипалап үңіле бердім. Жау жағадан алғанда бөретектен алып сол сәт дастарханның екі шетінен екі тарахан пайда болды да қарама-қарсы жорғалай жөнелді. Келіншегім шөгіп барады. Тарахан құдды соғыс майданынан жекпе-жекке шыққан қас батырдай екпіндеп келді де бір-біріне тұмсық түйістірді. Бір-біріне айбар шекті, сосын шағылысты. Қайнағам теріс қарады, әйелім бетін басты. Мен күйіп жанып бара жаттым. Тамағым кеберси берді. Құрт малтып отырып едім, сол құрт өңешіме тығылып қалғандай, сөйлесем дыбысым шықпайтындай сезілді. Мен қолмен ұстап, көзбен көруге болмайтын, өмірімде тап болмаған тылсым бір бақытсыздық күй кешудемін. Қайнағам тұнжырап, келіншегім жылап отыр, оған жаным ашыды. Аймен күндей жарқыраған сұлу келіншек, ешкімнің қолы жетпеген, менің ғана қолым жеткен сұлу келіншек, үріп ауызға салардай аппақ сұлу келіншек, көз алдымда жылап отыр. Мен оны жылату үшін алып едім. Оның көз жасы менің жүрегіме, жүрегімнің ішіндегі өзекке тамшылап жатқандай. Келіншегім тамақ жасауға сыртқа беттеді. Үйдің іші емес, төбесі түсіп құлазыған ескі моладай қаңырады. Жалғыздың күйін кешіп мен қалдым. Қайнағамның бетіне қарауға дәтім шыдамады. Келіншегім бейне бір алыс сапарға кеткендей сағындым да қалдым. Бір сылтау тауып, мен де сыртқа атылдым. Қазан аяқ жақта әбігерленіп жатқан келіншегімнің қасына бардым. Жылап тұр екен. Ту сыртынан қапсыра құшақтай алдым. Жақтыртпаған адамдай бұлқынды. Мен де жылап жіберіппін. Көз жасым желкесіне тамып жатты. Келіншегім қарсылық көрсетпеді. Мұрнын пырс-пырс еткізіп, ыдысын жуып, жылап тұр. Ана қатынға бар, тез пәле салады, деді өксіп. Үйінде жоқ, дедім мен де өксік аралас. Жаңа келді. Тұра жүгірдім. Қараңғыда біреу өте шыққандай болып еді, қожайын әйел екен. Қайқаңдап ұшып барады. Біздің есікке таяп қалыпты. Тәте, дедім. Даусым жарықшақтанып шықты, кілт тоқтады. Қатып киініп алыпты, әдетте алба-жұлба жүретін, сырттан келген бет екен, киімін де алмастырмапты. Кім анау? Деп ашуланып. Қайнағам еді, ауылдан келіпті. Сендердің ақ қайнағаларың таусылмайды екен. Апай, ақырын сөйлеңіз, естіп қояды. Намысшылын, өздеріңше ақша бермей қонғызбақсыңдар ғой. Міне ақша, деп 200 теңгені ұсына берген едім. Керек жоқ, деді сөзін шорт түйіп. Кетіңдер ертеңнен бастап. Кетсек кеттік, қазір-ақ кетеміз.
Ит байласа тұрғысыз қу молаңнан естіген қайнағам естеді, аянудың жөні жоқ. Қытайдан 30 шақты ұйғыр туысқандарым келе жатыр. Олардың бәрі үйге сыймайды. Солар келем дегенше мына пәтерлерді тегіс жөндетіп қоюымыз керек. Сендер жатқан бөлмеге лайкам жатады. Лайкасы ите еді. Біздің сонда ұйтқырлы құнымыз болмағаны ма? Дәл осы сәт ұйғыр қатын көзіме аш қасқырдай елестеді. Сен бізді кім деп тұрсың? Онда кетіңдер бүгін, деді де шығып кетті. Кетсек кетеміз. Немене? Сенен басқа да үй жоқ па екен? Дедім кетіп бара жатып, әйелдің соңынан айқайлап. Біз көшеміз, дедім сосын келіншегіме қарап. Естідім. Үні аянышты шықты. Бөлмемізге баруға жүрексініп, қазан ошақтың маңын торуылдадым да қалдым. Ағамның қасына барсаңшы. Мен ұялып тұрмын. Садаған кетейін, сен баршы. Жарайды, мен барайын. Сен тамақ жерде келерсің. Бөлмеге кіріп кеткені сол екен, дереу тасыр-тұсыр жүгіріп келді. Ағам жоқ, кетіп қалыпты. Осы сөз маған ағам өліп қалыпты дегендей қайғылы әрі аянышты естілді. Көшеге жүгіріп шықтым. Жаңбырдың астында біреу тар көшені бойлап бара жатқандай көрінді. Қайнағам емес пе екен? Айғайлап шақырмасам жете алар емеспін. Бірақ не деп айғайларымды да білмеймін. Қайнаға деп айғайлауым керек еді, айғайлай алмадым. Атын не деп айтайын? Пәленбай аға деп айтайын ба? Қайнаға деп айтауға мен татимын ба? Төңіректі шарлап, қайнағамды таба алмай, құр сүлдерімді сүйретіп үйге қайтып келдім. Келген беті ұйғыр қатынмен ұрсыстым, ақыры шындап көшуге бекіндім. Көрпені буып түйіп, иығыма салдым да, шабадамды бір қолыма ұстап, сыртқа беттедім. Басқа нәрсеге бас қатырмадым. Үйде қанша қасық, қанша шыны бар, бәрі маған аян. Көп емес. Көше көндіккеннен пендеміз, сол себепті ине жібіне дейін бәрі менің санамда сайрап тұр. Қалғанын келіншегім қолына ұстай салатынын сезіп келемін. Жаңбыр төпеп тұр. Түнделетіп жаяу келеміз. Иығымда көрпе жастық, қолымда шабадан, бірдеңелерін көтеріп келіншегім соңымнан еріп келеді. Көшелер шұрық тесік. Шұқырына аяғыңды малып алсаң, су шалп етіп тірсегіңе келеді. Алғашында қорғанып едім. Сәлден соң соқыр адамша былшылдатып баса бердім. Алдымда машина көрінсе де, қорғанар мен жоқ. Машина көрінбейді, такси ұстауға, үлкен жолға қарай беттедік. Аялдаманың тұсынан шықтық. Судан шыққан тышқандай, аялдаманың астында жаңбырды паналап тұрмыз. Ойым такси тосып пәтер іздеу. Бағым арай жақсы біреу табылатын шығар деп үміттенем. Сіркіреп жауған ақ жаңбыр басылар емес. Астыңнан су шықты ма деуші еді, су емес, шу шықты ғой. Су шығатын үйім болса, жеті түнде безбей-ақ тұншығып өлсем де жата берер едім. Әттең. Кенет аялдамадағы жарнама қағаздарына көзім түсті. Бізге қажеті бар ма екен деп үңіле түстім. Көзім жайнап сала берді. Үй жалдап алғың келсе хабарлас депті. Өңім бе, түсім бе? Неше қайталап оқып шықтым. Телефон нөмірі де анық жазылыпты. Дереу телефон шалдым. Ар жағынан «Бұл кім?» деген еркек дауыс естілді. Аға, мен ғой, жарнамадан оқыдым, пәтер іздеп жүредік. Иә, бар. Бірақ қазір өте жай болып кетті ғой. Бәрібір аға, бағасын айтыңыз, қазір өзіміз барамыз. Неше адам едіңдер? Жас отаумыз, келіншегім екеуміз ғанамыз. Үйленген бе едің? Бізге бала шағаның керегі жоқ. Мына кейпімізбен баланы қалай бағамыз аға, әзірше баламыз жоқ. Онда былай болсын. Мен де әйелмен бірге тұрамын, бір бөлмесін жалға береміз. Қанша болады? Адресін айтсыңызшы. Бағасы 20 000 теңге. Қымбат емес шығар? Қымбат емес. Ертең келсеңдер қайтеді? Жоқ, қожайынмен келіспей қалып, бізді қуып шыққаны. Мына түнде ме? Неткен опасыз еді. Әй, өздеріңде тентексіңдер ғой тегі. Тыныш жүрмегенсіңдер. Жоқ, бізде кінә жоқ. Келіншегімнің жүзін жас жуып кеткен бе, әлде жаңбыр суы жуып кеткен бе, әйтеуір малмандай су. Ерні дір-дір етеді, жаңбырдан қорғана түсіп, менің мимикамды бағуда. Онда олай болсын, бауырым. Біз тыныштықты қалаймыз. Қонақ келмейтіндей болсын. Жарайды. Арақ шушы болмаңдар. Ол не дегеніңіз ағасы? Мен арақ ішкен адамдарды өлердей жек көремін. Мен ішем ғой. Мені де жек көресің ба? Жоға, сіз іше беріңіз, сізді жек көрмеймін. Тамақты бөлек жасап ішесіңдер. Оны білеміз енді, бірге тұрып жүрміз ғой. Келіншегің бейкөкше аяқ киім кимейтін болсын. Неге? Оның қатысы қанша? Қатысы қанша дейсің бе? Дәлізден кіргенде мазамыз кетеді ғой.
Жарайды. Далаға шыққанда аяқтарыңның ұшымен басып шығыңдар. Неге? Дыбысы шықпау үшін, әйелім ұнатпайды. Айтқаныңыз болсын. Ал кірген кезде онда да аяқтың ұшымен кіреміз ғой. Жоқ, кірген кезде өкшелеріңмен ептеп, дыбыс шығармай кіресіңдер. Мақұл, мақұл, мақұл. Ал тамақ жасаған кезде иісін шығармай, аяқ табақты сылдырлатпай жасаймыз ғой. Оны қайдан білесің? Аға, ау аға, тыңдап тұрмын. Атаңның басы. Не? Сен адам боқтадың ғой, кімсің өзі? Боқтықтың үлкені мынау, естіп ал. Қазақ былай боқтайды. 77 атаңның басы, өй, тексіз хайуан сол. Ойнастан туған малғұн, дедім де, телефонды жаба салдым. Жаңбыр толастайын деді. Сүрепеті кеткен айғыз-айғыз көшемен қараңғы түн құшағына сіңіп барамыз. Пәтер іздеп жүрміз.